Кайырлы күн баршаларыңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін духовканы қажет етпейтін және жеңіл өте дәмді болып шығатын торттың түрі, яғни шоколадты блин жасайтын боламыз. Ал кеттік. Алдымен блинімізді дайындайтын боламыз, яғни жұмыртқаға қантты қосып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Миксерді қолдансаңыз да болады, маған венчик жеткілікті болып тұр. Енді какаоны ұнға қосып, және де сода салып араластырамыз. Жұмыртқалы массамызға шым-шым тұзды саламыз. Жылы сүтімізді құйып араластырамыз. Құрғақ қоспамызды еліктен өткіземіз. Міндетті түрде еліктен өткізу керек, немесе бізде комочектер пайда болатын болады. Енді қалған жарты жылы сүтімізді құямыз. Ең соңғысы сұйық майды құйып, енді жақсылап араластырамыз. Блинді пісіретін боламыз. Қызып тұрған табаға сары майды саламын. Алғашқысында ғана саламын. Осылай жан-жағына жағып, енді дайын болған қоспамызды құйып, блинларды пісіріп аламыз. Мінекей блинларымыз дайын болды. Шоколадты блины. Бұл жерде какаоны қоспай-ақ шоколадсыз блинді дайындауға болады. Менде 16 дана болып шықты. Енді әркімнің табасы әртүрлі болғандықтан әртүрлі дана болып шығады. Енді тортымыз әдемі болу үшін осылай форманың көмегімен қойып, дәл видеода жан-жағын кесіп аламыз. Бұл жерде менде 17 диаметр. Кремді дайындайық, сливкиді жақсылап шайқаймыз, яғни қою астында қалқамас үшін енді қант ұнтағын салып, және де творожный сыр немесе маскарпонені қолдансаңыз болады. Осылай барлығын араластырамыз. Планетарный миксер болғандықтан барлығын қосып араластырдым. Егер сізде қол миксер болатын болса, алдымен творожный сыр мен қант ұнтағын қосып араластырасыз, сосын барып үстіне сливкиді құясыз. Блины дайын, крем дайын. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Осылай кольцоға жинаймын. Тортты жинап болды. Кем дегенде 6 сағатта тоңазытқышқа тұру керек. Бірақ мен сіздерге көрсету мақсатында дәл қазір кесетін боламын. Қалған кремді осылай жағып шықтым. Үстіне какаоны септім. Сол кезде шоколадты торт өте дәмді болып шығады. Қараңыздар, шоколадтары бөлек өте әдемі болып шықты. Енді дәмін көрейік, өте дәмді болып шығатыны сөзсіз, барлығына ұнайды. Міндетті түрде дайындаңыздар, менің арнама тіркеліңіздер, сұрақтарыңызды қойыңыздар, басыңыздар.